Ардақ жанкүйерлер, Қарағанды аренаның лық толғандығын көрдік. Бұл найза 68 Сарыарқаның төрінде ММА жанкүйерлері, спорт жанкүйерлері саралап күткен турнир және де жергілікті спорт жұлдызының бірі Сенім Шахин мен оның қарсыласы Матеус Аврелла арасындағы жекпе-жек. Екеуі де боксшы, екеуі де тік тұрып төбелесудің шебері. Бразилиялық жауынгер қазір алға өктен ұмтылған еді. Шахин бір қапталдан жасалған соққы және осындай сериялы соққылардан құралған шабуылмен жауап қатуда. Бауыр тұсын бір тексеріп көрді Шахин. Қарағандылық файтер қазір қашықтықты өлшеуде. Жақсы, екі соққысы нысанасына дәл жетті. Бұған дейін енді осы жалаң қолмен жұдырықтасу бойынша бұл азаматты спортсүйер қауым жақсы таниды. Бразилиялық көбінесе құлаштай ұратын соққыларға иек артуда. Әрине, өз салмағы емес, ол түсінікті. Аяқта тұрып қалды бразилиялық. Танауынан қан кеткен сәтте Сенім Шахин тағы бір екі тұстағы жолдың соққына дарытты. Странно, но Аврелла абсолютно не пытается даже перевести соперника. С точки зрения бокса он уступает своему оппоненту. Шахин чувствует дистанцию, постреливает, подключает джебы. Классно заходит боковым! И уже пошатнулся вновь Аврелла. Продолжает свое давление, оказывается за спиной у соперника бразилец. И не удается никак развить успех. Дидар, менің ойымша, бұл жекпе-жекте екі тарап келіскен сияқты. Тек қана тік тұрып төбелесеміз деп. Думаешь, настолько все? Солай сияқты. Ситуация, да, правда. Есть такое ощущение. Аврелла, кстати говоря, успел провести бой по правилам бокса, но уступил в 2019 году. И это как раз-таки его последнее появление в профессионалах. Но, опять, на рекорд в ММА это никак не влияет, разумеется. Аврелла постреливает, опять джеб, но все в блок. Шахин ищет выход на... При этом сам еще и пропускает, но после серии оказывается Аврелла. Айтқандай екен, яғни жігіттер тек тұрып төбелесеміз деп шешкен екен. Яғни бұл ашық түрде кәсіпқой бокс қой. Жалаң қолмен жұдырықтасу. Көше төбелесінің аржақ бүйжақ және тамаша Сенім Шахиннің солақай соққысы Матеус Аврелланың аяқтан тайып құлауына жол ашты. Тағдап перкот жаңа ғана. Жойқын қанжардай жарқ ете түсетін соққылар. Аврелла енді қорғана бастады. Бағана ғана тіпті Сенім Шахиннің бас көтерпейтін шабуылдарына екі қолын төмен ұстау арқылы еш қорқпастан жауап бермеді. Қазір міне танауынан қан кетті. Екі көздің алды ісіп кетті. Осылайша жағына әдемі болып 8-5-қа кірген Аврелла қазір адам танымастай өзгерді. Да, посматривает при этом и на монитор, понимает, что 1,5 минуты до конца, времени предостаточно, и при этом Шахин наращивает свое преимущество и на дистанции, и на близкой тоже. Да, қазақ бокс мектебі мен бразилиялық бокс мектебінің арасындағы бәсеке деп айтуға болатын шығар. Яғни біздің бокс бір бас жоғары екендігін осы тұстан да еш қиындықсыз аңғарамыз. Шынтақты іске қос дегендей болды Сенім Шахиннің бұрышы. Егер өзара келісім болса, әрине шынтақпен де шабуылдап көруге болады. Но благо хотя бы от сетки оттолкнулся. Аврелла уже в центре, у него есть пространство для маневров, корпус, голова. Классическая схема для работы. Аврелла пытается как-то перекрыться, пытается двигаться, серийно так взрывается, но при этом даже не смотрит на своего оппонента. В этот момент Шахин акцентированные удары наносит. Вновь джеб пролетает, попадает в голову, комбинирует. И вот здесь хорошо зарядился Аврелла. Сенім Шахин өзіне сенімді. Шынында жағына қысқа қашықтықтан сол қолмен тамаша күтіп алды. Әрі
жан-жақты әмбебап шабуылдар үлгісін көрсетіп жатыр Сенім Шахин. Және де асығатын емес. Баппен, байыппен барынша салқын қанды айқас өткізуде. Иә, бірінші раунд аяқталды. Дидар жалпы раунд бойынша өз ойын қандай. Бразилиялық раунд соңына қарай кішкене есін жиған сияқты. Да, попытался проиграть на публику немного Аврело. В самой концовке огромный гематома под правым глазом возникла у него. И, по-моему, вот как раз после этого эпизода здесь он неприятные боковые пропустил. Да и в целом Шахин был крайне активен на первых минутах, первые 5 минутки. Және қарағандылық жауынгер ешқандай асығыстық танытып жатқан жоқ. Міне, екі бокс стиліне төселген жауынгердің өздеріне деген келісім арқылы өтіп жатқан жекпе-жек. Бұл ешқандай ережеге қарсы емес. Міне, Матеус. Он вскочил, вы этого не видите, но он уже на ногах. Он стреляет буквально взглядом Шахина, да, и вставай, вставай, как призывает уже быстрее бойца из Караганды вернуться. Ашық айқасқа шақырып тұр баяғыдағы біз кинода көретін жекпе-жек деген ұранды шақырып тұрғандай бразилиялық қазір аяқтың ұшымен секіре жүріп ойнақшы жүріп алғашқы соққысын жасап көрді және Сенім Шахиннің екі бірдей соққысына тап келді. Бұл енді Аврелоның абырой бәске тігілген жекпе-жек. Бұны Шахин барынша көріп тұр. Қашықтық қарағандылықтың жағында. Қол ұзындау Джекпен тамаша күтіп алады. Одан кейін ол қолды өте сәтті іске қосуда. Яғни 2-3 соққы мәселенің барлығын шешіп тастауға болады. Ну и тайминг очень хороший у Шахина, то есть чувство момента очень вовремя, ну и самое главное, классно чувствует он передвижение соперника, неплохой футворк от, конечно, Аврело, но наступает, при этом зажимает у сетки соперника, пытается пройти на близкую дистанцию, заряжает по корпусу, опять на скачке, боковой и что? Перчатки выставляет, по мнению, да, видимо, пальцы просто выставляет, точнее, Шахин. Киіп кеткен сыңайлы бұл әрине енді әдейі жасалып жатқан жоқ. Одан бөлек Сенім Шахиннің осы қашықтықты өлшей алу қырағылығы. Одан кейін қазақстандық файтердің шабуылының өтінде Аврело жиі қалып қоюда. Неге десеңіз, бір сызықтың бойымен қимылдайды. Қараңыз, бірнеше джек атқа шегінеді және дәл сол сызықпен қайта келеді ұрынады. Сенім Шахиннің соққыларына. Міне, тамаша Аврело қауіпті бір қаптадан соққысын жеткізе алғандай. Бірақ Аврелоның бір соққысына Сенім Шахин 2 соққымен жауап беруде. Стычка опять в центре. Вот, наконец-таки, Аврело. Он сам просит прощения, по-моему, попал в затылок в этот момент. Бұл өзінше бір кішігірім спарринг тамашалап отырғандаймыз. О, неплохой левый боковой. Прочувствовал его Шахин. Аврело опять в защитной стойке. Меніңше, Сенім Шахин бұл қарсыласын бір жазаламақ ниетте асықпай, жік-жікке бөліп, мүшелеп, әлгі астауға салған ет сияқты қабырғасын бір бөлек. Ну, по правилам ММА была другая история, скорее всего. Понятно, что боксеру сложно, тем более в 30 лет. Екі жауынгердің де стилі осы тік тұрып төбелесуге бейімделген болғандықтан да біз осындай нағыз жалаң қолмен айқасты көріп отырмыз. Вот теперь баспен сүзіп қалғандай екі жауынгер. Сенім Шахин міне
Ну, в сравнении с первым раундом не застаивается у сетки, уже постоянно маневрирует, оставляет себе пространство для отступления Аврела. Тут достаточно разнообразно атаковал он. Авреланың осы артқа шегінуге арналған өзінің қашықтығы және мына тұста қазір. Двоечка. Хорошая. Ол қолмен дәл тапты. И опять Рухе. Ай, қандай төзімділік мынау. Не сказать, что техника такая хорошая у Ең бразильца. бірінші өжеттілік, Да, одан да, кейін рухы, енді біз бразилия жауынгерлерін жалпы білеміз, өте өзімді, сенімді, мінезді болып келетіндігін. Сенім Шахин да бұған иек артыр және жанкүйерге осылай шоу сыйлағысы келген сияқты. Әрине, менсінбеуге болмайтындығын жақсы түсінеді. Ой, тамаша, дәлдік тағы да орнында. Соққылардың жету нәтижелік жағынан енді мен Сенім Шахинге 80%. Еш қысылмастан беретінен. Да, биксует удары. Шахин, здесь не рассчитал, как-то завалился вперед. Смотри-ка. Тіземен Аврела тізесін іске қосатын тұста Сенім Шахин ашуын білдірді. Яғни өзара келіскен ережені сақтау тиіс деген. Ну все, второй раунд также завершен. Такой грязный клинч. Енді бір қызығы қазір үшінші раундта қандай сюжет бізді күтіп тұр. Дәл осылай ақырына дейін жалғасады ма әлде? Сенім Шахин өз қарқынына қарқын қосып, осы айқаста уақытынан бұрын аяқтауға тырысып көреді ме? Бейне қайталау сәті. Соқай. Соққыларын жақсы күтіп алды, бірақ енді біз енді Матеустың да дәлдік тапқан жерлерін айтуымыз керек. Сонымен қатар бірінші раундқа қарағанда ашық айқасқа барып жатқан жоқ. Көбінесе кеңістік іздейді, қозғалыста үнемі. Әлгі 8 бұрышта өрнек салып жүрген суретшідей әрлі-берлі ойқастап қолдайыққа тұрмағандықтан да Сенім Шахин үшін соққыны енді көз алдында тұрған нысана мен қозғалыста тұрған нысананың айырмашылығы жер мен көктей. Сондықтан да айқастың барысы күрт өзгеріп кетуі әбден мүмкін. Міне үшінші раунд. Қарағандылық жауынгердің көзіне қарасаңыз енді аса бір шаршағаны байқалмайды. Бір қарқын. Да, прям призывает Аврела своего соперника подойти, обняться. Третий раунд. Аврела призывает аудиторию активнее поддержать их. Такая распрыжка. Қолдау керек. Да, фейкует постоянно в движении. Левая рука. Пытается закрыть обзор ей. Вновь сталкиваются у сетки соперники. Шахин. Его одиночные удары уже представляют серьезную угрозу. Это прекрасно понимает Аврела. Но как будто бы нет той мощи, что была в первом раунде. Күш әрине сарқылады. Күш сарқылады. Жылдамдық бәсеңдейді. Және міне қарасаңыз Аврела осы алдыңғы қолымен Сенім Шахиннің көз алдын көлегейлеп, біраз соққыны бағыттайтын кеңістігін шектеуде. Құлан жанды өзінің мүмкіндігін алға ұмтыла барып, әсіресе басын бұлып барып, ішке жиі соққы жасап көруде. Құлан жанды Сенім Шахиннің қозғалысы бір қалыпты, асығу, аптығу жоқ. Тағы да ішке. Қазір енді комбинациялық бір соққылар алмасу сияқты. Кімдікі дәл, кімдікі ауыр деген сияқты бір бәсеке сияқты өзара. Ну да, скорее всего, о досрочной победе речи не идет. То есть даже за 3,5 минуты до конца можно предположить именно это. Размениваются, но уже активнее в третьем раунде. Аврела показывает, что его не поправили. Остановили. Өзара келіскен ережеге сай емес дегендей Аврела.
Төрешеге бір назын айтып қалды. Бірінші раундта біз енді қиян кескі төбелесті тамашаладық. Қазір енді ақылды бір жекпе-жек, ақылды айқасты көріп отырмыз. Джеб. Ну, тут уже чувствуется вот эта боксерская техника, сами уклоны просто-напросто. Дабл джеб дейміз бар, трипл джеб дейміз бар, осындай бір соққылар алмасқан сәт. Екі тараптан бразилиялықтың сол қолы қалыпты, қапталдан қайта бақтап көруде. Бәлкім клинч тағы да құшақтасуды қалап тұрған жоқ бразилиялық. Үзілісте құшақтастық қой деген ғой. Ал енді Сенім Шахин бір қалыпты. Қысымды әрі қарай көтеріп жатқан жоқ. Бәлкім енді соңғы 2 минутта бір белсенділікті танытып көреді. Шешінген судан тайынбас. Нар тәуекел ердімісі деп. Өз жанкерлерінің алдында Сенім Шахин батылдыққа барады мекен белді бұл. Да, не хватает зрелища. Посадил. Вот он апперкот на встречном движении. Поймал Авреллу Сенім Шахин. Бразилиялық басын шайқап. Ну а что он еще может сделать в такой ситуации? Бұл соққы өткен жоқ, мен өзім барып зерлеп отырайын деп шештім деген сыңай танытты. Қазір бейне қайталап көреміз. Қазір Сенім Шахин соңғы минутта қандай белсенділік нар тәуекелге барады екен. Аврелла да әлі аяқта. Тұтты. Тағы бір апперкот өтті. Бразилиялық құлаштай қатып жауап берді. Әлсін таймерге көз тастайды. Сенім Шахин нені күтуде? Соңғы секундта бір экшенға айналдырғысы келіп жүрме соңғы секундтарды. 30 секундтай уақыт бар. Но наступает момент, и теперь нужно показать все свои навыки. Шахин буквально охотится за соперником, никак не может выбраться Аврелла, опять сблизился, вновь оказывается на канвасе. Бразилец и Сенім Шахин идет вперед. Бразилиялық қазір өзі клинч жасады. Енді короткий боковой от Сенема. Есть попадание, он показывает, давай в центре, вот эту устроим за руку. Но она не состоялась, потому как Аврелла не принял этого вызова. Бас шайқады енді. Менің қолымды мезгілімнен кешірмедім дегені шығар. Бірақ енді ардақ жанкерлер өздеріңіз көргендей бразилиялық жауынгер үнемі қозғалыста болды. Аяқта ойнақшып, ешқандай қиындықсыз қаштығын бұл бірінші раундта бір орында тұрып төбелесіп көрді. Жойқын соққыларды қабылдағаннан кейін осы стратегиясын күрт өзгертті. Соның арқасында да мен ойымша аман шықты. Енді бұл тұста қысым, басымдық және де дәлдік жағынан Сенім Шахиннің бір бас жоғары тұрғандығынан ешкім күмәнсіз деп ойлаймын. Ал Матеус Аврелла үшін батылдығына, өктемдігіне ұзақ уақыттан кейін спортқа қайта оралып, осындай бір жақсы талпыныс жасап көргендігіне лайықты бағасын беруіміз керек. Бұл жігіттер өзара келісім арқылы осындай жақсы бір. Ну что, можно уже, наверное, констатировать, это факт. Сенім Шахин одержит победу, да, понятно, что до объявления остаются считанные минуты, но это очень известная персона здесь, в Караганде. Представляет он, конечно, спортивный клуб под названием Атила. Что ж, уже в центре оказываются бойцы. Вела, Аврелла и Шахин. Совсем скоро узнают, кто же одержал верх. Но, мне кажется, даже по полученному урону здесь многое может быть понятно. Бой полностью прошел в стойке. Ladies and gentlemen, result of 3 rounds by decision of judges. Winner by unanimous decision. Fighter of the red corner, Sena